менің жұмыс істейтін бөлмеме қош келдің қызым. Қазір мен саған өзімнің жұмыс істейтін бөлмемді таныстырып өтемін. Қарағош, мынау сенің алдыңда тұрған ол гобелен тоқитын станок. Бұны оқушылар жұмыс жасайды бұл станокта. Не қызым, мынау не Айқағош? Қайық, дұрыс айтасың, мынау? Күн, иә, міне осы сары жіп бар, көк жіп бар, әртүрлі түсті жіпті айқастырып алып гобелен өнерін тоқиды. Енді ары қарай кеттік. Енді мен саған мына жерде тұрған алтын адамды таныстырайын. Алтын адам есік қорғанынан табылған аңыз адам, тарихи адам. Оны келешекте тарих сабағынан өтетін боласың. Бұдан кейін алдында тұрған ұлттық киімдер, ал мынау тұрған алдында тұрған мектеп формасы. Бұрын әкең осындай мектеп формасы киген, қызыл галстук таққан, ал мен мынадай форма және фартук киген болатын. Осының барлығын мен өз қолымнан тіккенмін. Ал мынау бала, біз алдыда қандай мереке келе жатыр? 22 наурыз, әз наурыз мерекесі келе жатыр, соған дайындап жатқан оқушылармен бірге жұмыстар бар. Сонымен қатар сен сияқты қыз бала, әрине сен сәл ғана күйеу бала, осындай жұмыстар жасайды. Оны немен жасайды? Оны осындай тігін машиналармен жасайды. Бұл тігін машинасында қыздар жұмыс жасайды, тігін машинасында тігеді. Келешекте мен де саған тігін машинасында тігуді үйрететін боламын. Балам, сонымен қатар сен білесің ғой, мен үйде осындай тойластар заттарын жасаймын. Келін көрпешесі және корзиналар, яғни сыйлыққа арналған себеттер жасаймын. Сен маған осыны жеңілдеп көмектесесің. Міне енді балам, қарайды. Мынау ұлттық стильде жасалған шопер дейміз. Шопер сөмкесі, сонымен қатар ұлттық стильде қазір осындай сөмкелер жасап саған үйретемін. Яғни қарайды бала. Оюдың бірнеше түрі болады, 4 түрі болады. Өсімдік тектес оюлар, жануар тектес оюлар, және сонымен қатар космогониялық дейді, аспан тектес оюлар, сонымен қатар геометриялық денелерден құралатын оюлар. Мысалы, мынау қандай ою? Бұл тау ешкі оюы, Тау ешкі, дұрыс айтасың. Мынау қандай ою? Күн, дұрыс айтасың, күн. Мынау сырға оюы, сырға оюы. Мынау қарлығаш оюы. Мынау бүркіт. Мынау түйе, дұрыс айтасың. Яғни тота оюы деп аталады. Мынау тарақ, дұрыс айтасың, шашымызды тараймыз. Мынау өсімдік тектес оюларға жатады. Жақсы, онда осы оюдың ішінен біреуін таңдап ал. Қазір біз сенімен бірге сөмке жасайтын боламыз. Міне, сен қазір мен сөмкені пішкенше, сен оюды бастыра бер, бір қолмен осылай басып отырасың, бір қолмен қаламды ұстайсың да, мынау жиектерін әдемірек бастырасың, оюдың сыртқы жиегін және ішкі жиегін әдемірек бастырасың. Жақсы ма? Міне балам, сөмке дайын болды. Енді осыны безендіру үшін не істейміз? Ою жабыстырамыз. Оюды қай жерге қоямыз? Ортасына қоямыз. Басып тақтыр. Міне. Желімдейміз да, желімдеу арқылы не істейміз? Қарай ғой, оюды сөмкеге жабыстырамыз. Міне, сөмкеге жабыстырамыз. Әдемі сөмке шықты. Ұнады ма саған? Кәне, қолыңа ұстап көрші. Ұнады ма саған сөмке? Бұл сыйлықты кімге сыйлайсың?